Біздің бүгінгі тақырыбымыз жауапкершілік. Егер менің алдыма екі адам келсе, біреу жауапкершілігі жоғары болса, ал екіншісі талантты болса, мен ойланбастан жауапкершілігі жоғары адамды алар едім. Өйткені мұндай адам уақыт өте сенім серіктеске айналады, ал талантты адам қанша жерден талантты болғанмен, бірақ жауапкершілігі төмен болса, ондай адам уақыт өте сенімнен шығады. Біздің қазіргі 21 ғасырдағы ең құнды валютамыз уақыт болса, осы уақытпен пара-пар түсінік ол жауапкершілік. Өйткені кез келген жобаның өзінің бір дедлайны болады. Сол дедлайннан асып кетсе, оның құны түседі. Ол девальвацияға ұшырайды. Сондықтан кез келген нәрсенің уақытылы істелгені, жылдам сапалы істелгені өте маңызды. Мұндайда адам бойындағы жауапкершілік деген қасиет алға шығады. Біз фильм түсірген кезде көптеген адамдарды кездестіреміз. Жауапкершілігі төмен адамдарда көп болады, өкінішке орай. Сондықтан әуел бастан келісіп алу керек. Сен жауапкершілік туралы ұғымға қалай қарайсың? Жалпы осындай уақытта келу, осындай уақытта шаруаны бітіру деген нәрселерге сен беріксің бе, берік емессің бе? Әдетте жауапкершілігі төмен адамдардың ең істейтін әрекеті, жиі қайталайтын әрекет ол ақталу. Анау болып қалды, мынау болып қалды, сосын ренжиді. Мысалы мен біраз адамдарды білемін, сценарийде бірге жұмыс істемек болдық, бірге фильмдерді монтаждамақ болдық, музыка жазбақ болдық. Айналып келген кезде жаңағы өзінің сылтауын айтады. Мен үйтіп қалдым, бүйтіп қалдым деп уақыттан кешіктіреді. Ал жаңағы сөздің басында айтқандай, уақыттан кешіккен дүниенің құны түседі. Оның қадірі төмендейді. Енді жауапкершілікті меңгеруге болады адамға, үйренуге болады. Ол үшін бірінші кезекте біреулерді кінәлауды қою керек. Жалпы адамның сәтсіздігі өзіне байланысты. Бүкіл нәрсеге өзі ғана кінәлі. Мысалы мен бір адамды білем, оның түсірген фильмдерін ұнататынмын, бірақ кейін қарасам, әлеуметтік желіде тек адамдарды айыптаумен айналысады екен. Анау жаман, мынау жаман, бүкіл адамзаттың бәрі жаман, өзі ғана жақсы екен. Кейін ол кісіні қайтадан бір басқа көзбен қараған кезде мен жауапкершілігі төмен екенін түсіндім, өйткені кейбір жобаларды алып аяқтамаған екен. Сәйкесінше аяқталмаған жобаларға ол өзін емес, өзгелерді кінәлайды екен. Жалпы жауапкершілік алу дегеніміз ешкімді кінәламау. Ешкімді кінәламау. Мысалы, сен қазір дамымай жатсаң, шығармашылық тұрғыда өспей жатсаң, онда оған басқа біреулердің қатысы жоқ. Демек, сен өзің дұрыс жол таңдамағансың, өзің дұрыс приоритеттер қоймағансың. Екінші нәрсе, жаңа айтқандай, ақталу. Ақталу да бұл жауапкершілігі төмен адамдардың жиі қайталайтын әрекеті. Ақталмау керек. Ақталмас үшін қандай да бір жобаны мойынға алған кезде нақты есептеп, сосын мерзімінен егер асып бара жатса алдын ала ескерту керек. Мысалы, сіз жексенбі күні біреуге сценарийдің синопсисын беремін дедіңіз бе? Сіз осыған нақты көзіңіз жетпейінше уәде бермеңіз. Егер уәде беріп қойған болсаңыз, бірақ оған сол істі істеуге мүмкіндігіңіз болмай жатса, кемі 2 күн, 3 күн немесе минимум 1 күн бұрын ескерту керек, және кешірім сұрау керек. Мүмкін болса, кейін сол іске бонус қосымша бірдеңе жасап беру керек. Жаңағы косяк дейді, соны жабу үшін. Сондай-ақ үшінші нәрсе, жауапкершілікті арттыратын нәрсе, бұл нақты өзіңе не керек екенін біліп алу. Мысалы, қоғамда өзіне керек емес нәрселерді істеп жүрген адамдар көп. Өзі жүрегі қаламайтын істерді істейді. Сондықтан қазақ айтады, көңілсізден көтенсіз бала туады дейді. Өзіне ұнамайды, және өзіне ұнамай істелген дүние әлбетте біреулерге ұнамайды. Содан кейін конфликт басталады. Сен мен түсінбейсің, тағы бірдеңе, осы сендер ақ бәле болыңдар деген әңгіме шығады. Мысалы, көп секторларда, әртүрлі экономиканың секторларында, жалпы тұрмыстық секторларда адамдардың клиентпен сервистің нашар болуы, жұмысыңды жақсы жасалмауы, бұл адамдардың өздерінің орнында еместігінен. Мысалы, бір адамдар болады сатушылар, ол сатушы болғысы келіп тұрған жоқ ол. Бірақ амал жоқ, күн көру керек сатушы болып жатыр, бірақ ол істі жақсы көрмегендіктен ол жауапкершілік алмайды. Жауапкершілік алу дегенім сатушының призмасында ол не? Клиентпен жақсы мәмілелі болу, клиентті кешіре беру. Клиенттің арасында оңбағандар бар, оның арасында түрлі мінез адамдар, өкілдер бар, бірақ солардың бәріне кешіріммен қарау және тіл табыса білу, сервис жасай білу. Сондықтан адам өзіне қажет нәрсені білген кезде, мына нәрсе мен жақсы көремін, бұл нәрсе менің өміріме айналады деген кезде, ол адам жауапкершілік алады мойнына, және сол жолда жақсы қызмет атқаруға тырысады. Сондай-ақ жауапкершілікті көтерудің тағы бір жолы приоритеттерді дұрыс қою. Біз өзімізге қажет емес істерді бірінші істейміз де, қажет нәрселерді кейінге қалдырып қоямыз. Бұл жерде енді тағы бір құбылыс бар, прокрастинация деген нәрсенің құлағы қылтияды. Прокрастинация деген ол қазақша сипақтау. Сипақтау керек нәрсені істемейсің, бірақ керек емес нәрсенің бәрін жасайсың. Мына бір жігіт болды, монтажды алды. Монтаж алған кезде мен мына кітапта да келтіргенмін, осы киносценарий әліппесі кітабында сол мысалды келтірген болатын. Өте бір қызық кейс. Қасында қарап жүрдім ғой сол жігіттің жасаған жұмысына. Сонда бүкіл нәрсені істейді, бірақ негізгі монтажды істемейді. Негізгі нәрсені істемейді.
енді істеп отырған кезде телефон шұқылап кетеді, біреу жазып қалады, темекі шегіп кетеді, шөлдеп қалады сол арада, қарны ашып кетеді. Әйтеуір бүкіл нәрсені істеп жүр, бірақ монтаж жасамайды. Міне, приоритеттерді дұрыс қоймаудан, адам приоритетті дұрыс қойса, нақты мен қазір мынанша уақытта мынанша нәрсені бітіремін дейтін болса, және ол әдетке айналса, белгілі бір уақыт аралығында, тіпті қысқа уақыт аралығында ол белгілі бір жетістікке жетеді. Сол істің маманына айналады. Өзі 10 000 сағаттық деген теория бар ғой, сол 10 000 сағатқа жету қатты қиын емес, қысқа уақыт арасында жетуге болады 10 000 сағаттық тәжірибеге. Бастысы жүйелілік және приоритеттерді қою. Жауапкершілікті арттыратын тағы бір қасиет бұл өзіңе өзің үнемі бір көңіл толмаушылықтан арылу. Енді осы жерде бір алтын ортасын ұстау өте маңызды. Кейбір адамдар болады, жаңа өзімді айыптамаймын деп аяқты аспанға қойып шаңыраққа түкіріп жататын. Олай емес. Немесе керісінше бір асқынған түрі болады, тек қана өзін жазғыра береді. Өзін жазғыра беру жақсы емес. Адам өзін жазғыра беретін болса, бастапқы біз жаңа нүктеге қайтып келеміз. Бүкіл адамдардың бәрі мен де кінәлімін, бүкіл адамдар да кінәлі дегенге келеді. Яғни мен осындай болып қалғаныма, анау кінәлі, мынау кінәлі, мен өзім нашармын, менің қолымнан келмейді. Өзін лайықсыз сезінеді. Өзін лайықсыз сезіну бұл асқынбау керек, және мына бетіне де асқын кетпеу керек. Өте тәкаппарланып, өте сенімді болу да қауіпті. Осының бір алтын ортасын ұстану маңызды. Ендеше қазіргі заманда осы мына біздің шығармашылық саласында, медиа салада жауапкершілік ала білу ол көп адамдардың қолынан келмейді, және жауапкершілікті осы жауапкершілік мінезін қалыптастырып, сонымен өмір сүру бұл өте үлкен қасиет. Керемет талантты болмасаңыз да жауапкершілігіңізге өте абай болуыңыз керек. Сол кезде сіз ана қоғамға, ортаға біліміңмен емес, мінезіңмен сиясың деген сияқты қазір ортаға жауапкершілік қасиетіңізмен сиятын жағдай болып тұр.